Баршаңызға сәлем. Бүгін аяқтарды жоғарғы көтерудің адам ағзасына әсері туралы әңгімелесеміз. Роликті соңына дейін көруді өтінемін. Сондай-ақ, біздің арнамызды 92% көрермен жазылмай қарайтынын еске салғым келеді. Егер сіз арнаға жазылмаған болсаңыз, бірақ видеоларды көріп жүрсеңіз, команда жұмысын бағалап жазылып қоңыраушаны басуыңызды сұраймыз. Қызыл жазылу батырмасын сұр түске айналдырыңыз. Алдын ала рахмет, жағымда көру тілеймін. Аяқты жоғарғы көтеру өте қарапайым жаттығу, бірақ оның денсаулыққа пайдасы зор. Бұл әдіс йога тәжірибесінде жиі қолданылады. Көп адамдар физикалық жаттығуларға мән бермейді, бірақ олар ағзаны ширатып, мүсінді жақсартады. Сонымен қатар, бұл көптеген аурулардың алдын алудың тиімді тәсілі. Жаттығуға тек спортшылар емес, артық салмақтан арылғысы келетіндер де мән береді. Ал егер сізде артық салмақ болмаса, жай ғана денсаулықты сақтау үшін бұл жаттығу жеткілікті болады. Ең тиімді тәсілдерінің бірі аяқтарды жоғарғы көтеру. Бұл үшін ешқандай жабдық қажет емес, тек қабырға болса жеткілікті. Күнделікті бұл жаттығуларды жасасаңыз, дене мен эмоциялық күйдің жақсарғанын байқайсыз. Таңертеңде ұйықтар алдында да жасауға болады. Таңертең қозғалысқа дайындық, ал кешке аяқтағы ауырлық пен шаршауды жоюға көмектеседі. Қалай дұрыс жасау керек? Арқаңызбен жатып, аяқтарыңызды 90 градусқа жоғарғы көтеріңіз. Тізені бүкпеңіз. Бас пен дене төсекте немесе жерде жатуы керек. Иықтар бос, дене түзу жатуы тиіс. Қолдарыңызды дененің бойына қойыңыз. Егер мойын мен бел ауыратын болса, жастықша қойыңыз. Өз позицияңызды жайлы болыңыз. Тыныс алысыңыз бір қалыпты болсын. Жаттығуды 20 минутқа дейін орнатуға болады. Кейін аяқтарыңызды тізеден бөгіп, терең дем алып, асықпай қалыпты күйге қайтыңыз. Егер бұл жаттығуларды ұйықтар алдында жасасаңыз, тұрудың қажеті жоқ. Бірден ұйықтауға тырысыңыз. Аяқты жоғарғы көтерудің 13 пайдасы. Бірінші, ішектің моторикасын қалпына келтіреді. Ас қорытуды жақсартады. Ас дұрыс сіңеді. Іш қату жойылады. Екінші, ісікті азайтады. Аяқтағы артық сұйықтық ауырлық әсерімен қайтып, ісіну басылады. Үшінші, аяқтағы ауырлықтан арылады. Тұрып жұмыс істейтіндер үшін бұл керемет жаттығу. Төртінші, қан айналымын жақсартады. Жүрекке түсетін күш азайып, ағзадағы қан тарылуы жақсарады. Бесінші, жүйке кернеуін азайтады. Демалу мен терең тыныс алу арқылы стресстен арылуға көмектеседі. Арқа ауруын жеңілдетеді. Белгілі ауырлық азаяды. Әсіресе валик қойсаңыз жақсы. Стресс пен мазасыздықты жеңуге көмектеседі. Жүйке жүйесін тыныштандырып, ұйқыны реттейді. Ұйқыны жақсартады. Релаксация арқасында ұйықтау жеңіл болады. Етеккір кезінде ауырсынуды жеңілдетеді. Бұл жаттығу бұлшықетті босаңсытып, ауырсынуды азайтады. Зат алмасуды белсендендіреді. Қан айналымын жақсартып, тіндер мен жасушалар жақсы жұмыс істейді. Аяқ сіңірін созады. Аяқ артқы жағында сіңір мен бел босаңсиды. Жамбас ағзаларының қан айналымын жақсартады. Жыныстық және ішкі ағзаларға қан бару жақсарады. Геморройдың алдын алады. Көп отыратын немесе ауыр көтеретін адамдарға пайдалы. Бұл жаттығуды спорт, жүзу немесе жүгіруге уақыты жоқ адамдар үшін күн сайын кешке 20 минут жасау оңай әрі пайдалы әдіс. Оны жасағанда кітап оқып, музыка тыңдауға болады. Бұл жүйке жүйесіне де жағымды әсер етеді. Жас аналар үшін де тамаша тәсіл, көп уақыт алмайды. Маңызды, мойын мен белге валик қойыңыз. Қолдарыңызды дене бойына алақанды жоғары, төмен қаратып орналастырыңыз. Тыныс алу терең әрі біркелкі болсын. Денсаулық мәселесі болса, дәрігермен кеңесіңіз. Аяқты тым ұзақ көтермеңіз. Қан айналымы төмендеуі мүмкін. Ең жақсы уақыт 20 минут. Комментарий қалдырыңыз. Бұл жаттығу сізге ұнады ма? Қандай әсер байқадыңыз? Жақындарыңызға кеңес берер ме едіңіз? Арнада көкөніс, жеміс-жидектің пайдасы мен зиянды аурулар және олардың емі жайлы көптеген қызықты видеолар бар. Сондықтан арнаға жазылуды, қоңыраушаны басуды, лайк қоюды және бұл видеоны жақындарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Денсаулығыңыз мықты болсын.
назарларыңызға рахмет.